Бәлеріңізге саламатсыздар, сіздермен бірге мен бүгін Нұрбол. Бүгінгі видеода біз ағашқа үй құрайтын боламыз. Ағашты қолдан жасаймын. Тез осылайынан 2xпен жасап жатқан болатынмын. Тез бізді қалай шығатын өзімде тезірек көргім келіп тұр. Сол үшін тез жасап жатқан болатынмын. Оны мен тек ағаштан жасаймын. Басқа зат қолданбаймын. Қолданамын үшін жасауға, бірақ сыртқы қабырғасына тас денелер қолданбаймын. Тек осындай ағаштар ғана қабырғасына. Айна, екі түрлі ағаш, және де есік болуы мүмкін. Басқа түкте болмайды. Осылайынан тез жасап тастайық. Бұл ортаңғы бөлме. Бұл білмеймін. Осылайынан тез жасайық. Бұл үшінші бөлме. Яғни бұны не болатынын әлі білмеймін. Ал уақытта көреміз. Бірінші сыртқы қабырғасын жасайын. Болайық. Сыртқы қабырғасы дайын. Тек осылай айнаның орындарын жасап шығу қалды. Таң атырамыз, сосын потологын жауамыз. Ал енді таныңда қабырғаларын дұрыстап жасаймыз. Сосын ортаң комнатаны да жасап тастау керек. Бұның бәрін тезірек болсақ, тез нәтижесін көремін. Сол үшін тез жасап тастау керек. Мен видеода көп сөйлеу осылайынан болады. Ал енді ішін сәндеу қалды бізге. Ең бірінші осындай кішігірім көпірлерін жасаймыз. Олар тоже сән беру үшін осылайынан құраймын. Осындай нелерді қойып. Ал енді екінші жағына да жасаймын. Екінші жағы ұзын болып кетті арасы. Ал бірінші жақтікі бір блок, мынау 3 блок. Сол себепті кішкене бір түрлі болуы мүмкін. Осы видеоға 50 лайк болсын, жинап тастайық, 10 лайк болсын. Өйткені алдыңғы видеода тек 2 лайк. Общий қарасам тоже 2 лайк. Бірақ просмотр дейтін 100-ден асып жатыр. Сол себепті бұл видеоны көбіңіз көріп, конца үзбей көріңіздер. Және де лайк басып, комментария жазып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Енді осылай осылай қоршап шығамыз. Тез қоршап шықсақ, тез дайын болады. Неке осындай, ал енді бер жағында қоршаймыз. Қоршап тез болу керек. Өйткені нәтижесін көруге асығып тұрмын. Тез жасап тастайық. Ал енді жасайық. Болды. Неке дәл осындай болады. Алдағы үйлер сияқты. Тоже ерекшеленбейді, бірақ ағаштың үстінде. Ал енді жөндеп бастайық, ішін тезірек жасап тастау керек. Келесі жолы мен сұрақ жауап, бил батл сияқты басқа да ойындар ойнағанды қаласаңыздар, лайк басып комментке жазып кетіңіздер. Келесі қандай видео түсірейін, келесі видео ертең шығады. Сосын 16 желтоқсан барлықтарыңызға құтты болсын. Тез бұнты жасап тастайық. Бірінші неден бастаймыз? Біріне потологын жауайық. Дұрыстап тұрып. Сосын тағы да не істесек болады? Потологын жаптым. Ал енді бірінші ана комнатадан бастайық. Оған не қойсам болады? Бірінші қарапайым емес, ақ айна, және де осы есікті қоямын. Сосын осына қоямын.
кеттік. Олай болса, тез жасап тастайық. Менің авкі және де бір жерді тоқтатпай сындырып, бір жерге қарап тұрған жерлерім болуы мүмкін. Өйткені менің телефоным ескі, 8 жыл ұсталған, почти 8 жыл ұсталған. Қатты қатады, еще память аз. Сол себепті видеолар аз шығып жатыр. Күніне 1-2 видеодан. Енді менде бір-ақ канал, жақында екінші канал ашамын. Оған влогтар түсіремін. Ол үшін маған 100 000 подписчик керек. 100 000 подписчикке жетсек, мен келесі каналымды тез ашамын. Олай болса, бастайық, жөндейік, керек заттарды алайық. Бізге не керек? Мінеки менің дайын бөлмем, ал енді ортаңғы бөлмені дайындайық. Оған айна, печка және де осындай кішкен сундуқ қоямыз. Мінеки дәл осылай, сосын бір жағына шешетін жер. Мінеки отырғыштар. Үш жерде отырамын. Ал келесі бергі бөлме бұны душ қыламын. Ол үшін айналарды қараңғы қылып жауып, ал мен әжетханасын жасаймын. Оны қалай жасайсың деп ойланып тұрғандар болса, міне былай. Өтен ғой. Осылай шынайы дәретхана сияқты, ал енді қол жуатын умывальник. Дұрыс айттым ба білмеймін. Мынаны басқайық. Унитазың алды жана қояйық. Өйткені ол жерге душты қояйын. Мінеки осылай дайын болып қалды. Біздің видеода аяқталуға жақын. Мінеки барлығы дайын. Ал енді төменге түсетін сатыны құрайық. Ал мен оны осы блоктардан құраймын. Бұл өте қиын болды маған. Саты құрау болды ең қиыны. Өйткені мен әлі түсініп тұрған жоқпын. Маған қалай құрайтын. Сол себепті маған өте қатты қиын болды. Мен алда қандай ойын түсірейін? Scrap Mechanic мен кішкентай күшігім. Әлде Roblox, Free Fire, Bloy Grash. Өздеріңізге ұнайтын ойын жазып кетіңіздер. Мен соларды оқимын және де көп лайк жиналғанды ойнаймын. Ал менің үйім осылай шықты. Ұнаса лайк басыңыздар, комментке 1-ден 10-ға шейін бағалап кетіңіздер. Мінеки алды, арты, шеті. Бұл ерекшеленеді басқалардан, өйткені биікте, ең биіктегі үй болып саналады. Қош сау болыңыздар.